Маған тайын машин керек. Ешқандай расходы болмау керек. Краскасы 100% идеал болу керек деген таныстарыңыз болса, соларға жіберіп қойсаңыз болады. Жылы таза Gentra 2023 осындай Zevs реңінен алын жағдайларда жақсы жағдайда тұрды. Машинамыз автомат коробка, круговой тонировкалар басылған. Ішкі салонына келетін болсақ, чехол, полик, метан, поколение металлар қойылған. Бар жоғы 29 мың пробег жүріп тұрды машинамыз. Артқы салонына келетін болсақ, сонда қабырылған, сырылған жерлері жоқ. Полный родной машин. Бақасына келетін болсақ, бақасы наққа 144 миллион. Ал кредитке аламан деушілер болса, 35 миллион 500 мен кредитке шығады. Айлық төлем 3 миллион 580 мыңнан келеді. Машинды аламан, көремен дегендер болса, Берекет автосаудаға келе бересіз. Машин сол жерде тұрады. Берекет автосаудамызда нәубетте рекламамыздағы машин Gentra болады. Жылы таза 2023, яғни машин краскалары абсолютно родной. Автомат коробка, дисклері басылған. Круговой тонировкалар қойылған. Машин ішкі салонына келетін болсақ, қырылған-сырылған жерлері жоқ. Чехол, полик, метан, видеорегистратор, мультируль. Әмме заты бар. Машин идеальный жағдайда. Артқы көріністерін көрсеңіз болады. Сондай қара реңінен автомат коробка, дисклеріміз басылған. Машинамыз механика 2023. Жүрген километріне келетін болсақ, 91 мың пробег жүріп тұрды. Ал машинның бақасына келетін болсақ, бақасы 125 миллион наққа. Ал кредитке алатын болсаңыз 28 миллион 500 басаңыз төлем төлейсіз. Айлық төлемі 3 миллион 240 мыңнан 5 жылға шығады. Машинды аламан, көремен деп жүрген танысыңыз болса, осы видеоны жіберіп қойсаңыз болады. Машин Берекет автосаудада тұрады. Ассалаумағалейкум, Берекет автосаудадан бақылап барушы әзиз достар. Әммеңізге кемінде осындай иномаркілерден мініп жүру несіп етсін деп бүгінгі рекламамызды баслаймыз. Берекет автосаудаға рекламаға келіп тұрған машинамыз қолайлы бақада GTR X70+. Ең кул позицияларының бірі бұл. Родной баллонларда тұрды. Бесключевой доступ. Ішкі салонына келетін болсақ, электронный болады әммесі. Кожаный салон, накидкілер төселген, поликлеріміз басылған. Сондай коричневый салон. Климат контролларымыз бар. Мультимедиа, круиз контрол әммесі бар машинамыздың. Жүрген километріне келетін болсақ, 73 мың километр жүріп тұрды машинамыз. Панорама люклеріміз бар. Машина идеальный жағдайда. Артқы көрінісіне келетін болсақ, сондай кең. Машинамыз 3 қатарлы болады. Электронный багаж. Машин бір мойка керек болған. Машин жақсы машин. Осы видеоны жетеуір аламан деп жүрген таныстарыңызға жіберіп қойсаңыз болады. Машинның майда шүйде краскілері бар. Ұстағаныңыз болса, өзіңіз үшін бір қатар тексеріп көріп алғаныңыз жақсы. Машинамыздың жылына келетін болсақ, 2022 жыл GTR X70+. Ал бұл машинамыздың бақасына келетін болсақ, бақасы 230 миллион айтып жатыр, иесі келсеміз дейді. Жоғарғы нөмірлерін қалдыраман, звонок етіп байланысып сөйлесіп көрсеңіз болады. Так жақсы машиналардың бірі. Аламан, көремен дегендер болса, звондай бересіз. 2023-тің пакет кобалты келіп қалды. Осы видеоны пакет кобалты іздеп жүрген таныстарыңызға жіберіп қоямыз сразу так. Машинамыз полный родной, бензинде. Машин жағдай жақсы жағдайда, қарап сақланған. Пробегіне келетін болсақ, 98 километр жүрген болғаны. Тек салоннан үйге айдалған. Прямой. Так, машинамыздың бақасына келетін болсақ, бақасы наққа 146 миллион. Ал кредитке аламан деушілер болса, 48 миллион 500 мен кредитке шығады. Айлық төлем 3 миллион 200-ден 5 жыл төлейсіз. Машинды аламан, көремен дегендер болса, егер таныстарыңыз болса, Берекет автосаудаға келе бересіз. Машин осы жерде тұрады. Үлгеріп қаламыз. Сол видеоны көріп отырған әр бір инсанға осындай машиналардан бұйырсын деп қаламыз. Құда қаласа Қарақалпақстанда да бұндай машиналар көбейе берсін. Берекет автосаудада нәубетте рекламамыздағы машинамыз GTR X70+. Машинамыз 2024 жылғы абсолютно краскілері 100% родной. Сондай заводский жеңмалық диск-болаларда тұрды. Көріп тұрғаныңыздай машинамыз сағаттай істеп тұрды. Машинамыз пропанда, поколение пропалар қойылған. Бұларда 360 емес, 540 градуслы камера болады. Бесключевой доступымыз бар. Парокларымыз қойылған. Ішкі дизайны енді
бөлек булардан бар го. Электронный сиденье, память сиденье хаммасы бар машинамызда. Климат контролларымыз, сол айтып өткенimiz 540 градуслык камера, үлкен панорама люк, кожаный коричневый салон, круиз контрол, мультимедиа, рөліміз электронный болады, көріп тұрғаныңыздай. Машина айтып өткеніміздей поколение пропалар қойылған, абдув, обогрев hamma зат істейді машинаның. Артқы көріністері. Машин қарап айдалған, ешқандай қырылған, сырылған жерлері жоқ. Электронный багажларымыз. Машинамыз 3 қатарлы болады. Көріп тұрғаныңыздай бұл 3-ші қатары. Пропаларымыз астына қойылған. Сол видеоны көріп отырған әрбір инсанға осындай машина алу кемінде бұйырсын. Ал машинаның бағасына келетін болсақ, бағасы 260 миллион айтып отырмыз. Аламан, көремен дегендер болса, Берекет автосауда келе бересіз, машина осы жерде тұрады.